сіздерге ең маңыздыларын оқып беріп қояйын. Şu yerden 9. пункт. Сведения о руководителе. Первый руководитель. Жердаты. Фамилия, имя, отчество. Абдрахманов Сағынбек Үмбеталиевич деп минустун қағаз тұрады. Бұл официал түрде біз қаттауын өттік дегенен. Бүгінгі күнде бізде мөр жана устав қол устав жоқ болғандықтан біз бүгінгі күні только төрағаны ғана минуста өткөрдік. Төрағаны ғана. Эми азыр печать алғандан кейін, жаңа печать жазғандан кейін, жаңа устав жазғандан кейін біз анын барын қайра перегістен өткөрөбүз. 20 жылдан ашық şu партияның içinde жүрдік. Ана şu партияның içinde жүріп, біз қайсы рейдеттікті қылабыз. Біз барлықтың жөнөкөй қарапайым партияға салымызды қошқан, еңбегімізді қошқан адамдарбыз. Ошондуктан бұл партияның içинен партияның жана уурулар, жемқорлоолор басып алғандықтан biz ошого недовольство көрсөтүп, biz партияны тазалай, уурулардан тазалайбыз деп чыктык. Айта кетсем, тиги 22 мартта ушул жылдын юстиция министрине ушул Сағынбек Абдрахмановдун мыйзамсыз аракеттери жөнүндө, ал уставка каршы келе тургандыгы жөнүндө, ал эми Иса Өмүркуловдун болсо ошол 3 апрелге карата съезд чакырганы дагы уставка ылайык келбестиги жөнүндө кат бергенбиз. Анан айтканбыз, ушул партиянын өзүнүн уставка ылайык мыйзамдуу жетекчилери бар. Алардын фамилиялары ушундай. Ушулардын аларды мындай маалымдар кылбастан туруп, эч бир ушундай Сағынбек Абдрахманов тарабынан кандайдыр документтер түссө кабыл албоону, тиги кайра каттоону өткөзбөөнү, же болбосо реестрге өзгөртүүнү киргизүү мыйзамсыз болоорун да эскерткенбиз. Андан кийин өзүңүздөр билесиздер, Сағынбек Абдрахманов 3 апрелде съезд деп өткөрдү кандайдыр бир жыйынды. Ал биздин уставка ылайык келбейт. Аны бул ал жөнүндө биз бир топ жолу айттык. Анын эртеси күнү 4 апрелде юстиция министрлигине дагы кат жөнөттүк. Ошол тиги съездин максаты баягы жетекчи алмашты деп туруп, протоколду көтөрүп келип туруп, юстиция министрлигине жалган маалыматты бере тургандыгы жөнүндө.